29-шы есеп. Заңдылықты біліп, келесі санды табыңыз. Сандарды жазып алайық. 4,5, 3, 2, 1,3-тен 1, 9-дан 8. Бізге келесі санды табу керек. Енді бұл сандардың арасында қандай да бір заңдылық бар екенін білеміз. Енді сандардың арасындағы айырмашылықты есептейік. 4,5 пен 3-тің арасы ол минус 1,5. Яғни 4,5-тен 1,5 азайтсақ 3 болады. 3 пен 2-нің арасы 1. 2 мен 1,3-тен 1-дің арасы 3-тен 2. 1,3-тен 1 мен 9-дан 8-дің арасында қандай сан, қандай айырмашылық екенін білу үшін 3-тен 4-тен 9-дан 8-ді азайтайық. Ортақ бөлімі 9 болады, 9 көбейткішке 3 береміз, сонда 9-дан 4 болады. Демек, арасы 9-дан 4. Енді бізге келесісін табу керек, және келесі санды табу керек. Енді біз былай қарап көрейік. Егер біз мынау айырмашылықты, бірінші айырмашылықты 1,5-ті 3-тен 2-ге көбейтсек 1 болады. Яғни келесі айырмашылық шығады. 1-ді 3-тен 2-ге көбейтсек 3-тен 2 шығады. Ол келесі айырмашылық. Міне, 1,5-ті 3-тен 2-ге көбейткенде 1 шықты. Міне, 1 шығып тұр. Осы 1-ді 3-тен 2-ге көбейткенде келесі айырмашылық шығып тұр. Енді әрі қарай қарайық. 3-тен 2-ні 3-тен 2-ге көбейтсек 9-дан 4 шығады. Ол мынау айырмашылық. Онда біз мына жердегі айырмашылықты табу үшін 9-дан 4-ті 3-тен 2-ге көбейтеміз. Онда ол бізде 27-ден 8 болады. Айырмашылық 27-ден 8. Демек, мына жерге біз минус 27-ден 8 деп жаза аламыз. Ендеше мына жерде тұрған мынау санды табу үшін біз 9-дан 8-ден азайтамыз 27-ден 8-ді. Ортақ бөлімі 27, 3-тен береміз, сонда 27-ден 24 минус 8. Тен 27-ден 16 шығады. Демек, келесі санымыз мына жердегі 27-ден 16-ға тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.